Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біліп жүр арнасында қатерлі ісіктің басталғанын білдіретін 3 белгі туралы айтатын боламыз. Арнама тіркеліп, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Қатерлі ісікті барынша ерте анықтаса, соғұрлым жақсы. Ауруды ерте тапса, жазылу соғұрлым оңай. Ендеше кез келген белгі мен өзгеріске мән берген жөн. Мамандар таңертең ұйқыдан тұрған сәтте мынадай белгілердің бірі болса, онда сескенуге себеп бар дейді. Бірінші, шошып ояну, әлсіздік. Қатерлі ісікке шалдыққан адамның көбі таңертең ұйқыдан оянғанда шаршап оянатын, әлсіздік жайлап, мең-зеңі шығып, маза болмайтынын айтады. Шаршаудың түрі де әртүрлі. Бірақ қатерлі ісік болса, онда шаршау мүлде басқа, ауыр келеді. Себебі рак жасушалары адам ағзасында қоректік, нәрлі заттың бәрін түрімен жалмап қояды. Ағзаның өзге жасушалары мен мүшелеріне қуат нәрі жетпей қалады. Қор таусылғасын, шаршау боласың. Екінші және үшінші белгі жүрек айнып, құсу, лоқсу. Ми қатерлі ісігі бауыр мен асқазан және ішек қатерлі ісігінде көп болатын жағдай. Обырға шалдыққан 10 адамның 7-і жүрегі айнып құсқанын айтқан. Сондықтан бұл көп таралған белгілердің бірі саналады. Қатерлі ісіктің жасушалары жеген қалдықтың бәрін қанға жібере береді де, улы заттардың кесірінен адам ағзасында лоқсу, құсу сынды жауап қайтару реакциялары туындайды. Ми обыры болса, онда ми жұмысында ақау шығып, адамның аяқ асты құсқысы келетіні содан. Адам миында 2 жерде жүрек айну мен құсуға жауап беретін орталықтар бар. Осының жұмысы бұзылса, лоқсу мен құсуға жеріктік пайда болады. Мұны осылай түсіндіруге болады.